Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugünkü okuyduğumuz hadisimiz Sahih Müslim'de rivayet etilgen. Sahaba Huzeyfe radıyallahu anhu bulay deydi. Sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Men Allah elçisinin bulay degenini estidim. Tu'radul fitanu alel kulubi kal hasiri udan udan. Fitnalar saban sekilde sabaktalıp yürekке usunulады. Fa ayyu qalbin ushribaha, qay жүрек оны өзіне сіңірсе, немесе qay жүрекке сіңдірілсе сол фитналар, nukita fihi nuktatun sauda, онда қара дақ пайда болады. Wa ayyu qalbin ankaraha, al qayсы жүрек қабыл етпей кейін қайтарса, nukita fihi nuktatun bayda, онда ақ дақ пайда бола бастайды. Hatta tasira ala qalbayni, осылайша екі түрлі жүректер пайда болады. Ala abyadda misli safa, бірі жылтыр мәрмәр тасындай әппақ. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawatu wal ard. Оған ешқандай фитнаның зардабы тимейді, жер мен көк жойылғанша, яғни қиямет қайымға дейін. Wal akharu, екінші жүректің екінші түрі aswadu murbaddan, қара сұр жүрек. Kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ол төңкерілген құмыра тәрізді, немесе түбі тесік құмыра тәрізді. La ya'rifu ma'rufan, жақсыны жақсы деп білмейді, wa la yunkiru munkaran, жамандықты қайтармайды, жамандықты жаман деп білмейді. Illa ma ushriba min hawa, тек нәпсісі сіндіргенді ғана біледі, немесе нәпсісі ішіргенді ғана біледі. Хадистегі фитна сөзі сынақ, күмән, адасушылық, түрлі нәпсәни, адамды бұзатын жамандықтар, көре алмаушылық, тәкаппарлық, нәпсі құмарлық, осыларды фитна сөзі ішіне қамтиды. Адам баласының ішкі дүниесі ақылдан, ар-ожданнан және нәпсіден тұрады деп айтсақ болады. Ар-ождан дегеніміз жүрек. Нәпсіміз түрлі рухани індеттермен, түрлі рухани кір әдеттермен қоректенеді. Егер нәпсіні тізгіндемесе, нәпсі семіріп, адамның ар-ожданы кірленеді, жүрегі кірленеді екен. Әр жасаған күнәсі үшін, әр жасаған нәпсәни әрекет үшін ар-ожданына бір дақ түседі. Егер оны тазартып отырмаса, жүрегі қарайып, ондағы адами нұры жоғалады екен. Ар-ожданы өліп, жүрегіндегі нұры сөнгеннен кейін, ақылы нәпсінің жағына шығады. Осылайша, нәпсісі не деп тұрған болса, ақылы соны құптайтындай дәрежеге жететін болады. Сол себепті ислам діні нәпсіні тізгіндеп, оны еркінге жібермеуге тырысады. Осы жолға жетелейтін кейбір әрекеттерді тыйған болса, кейбірін реттеп дұрыс жолға салған. Өйткені нәпсісі ар-ожданына үстем келген адам не жақсы, не жаман айыра алмайды. Бұрын жаман деп есептейтін әрекеттері енді ол үшін жақсы, немесе әдеттегі дүние іспетті көріне бастайды. Мысалы, зина жасау, арақ ішу, біреудің ақысын жеу, пара алу сияқты нәпсәни әрекеттер ол үшін өмірдің ақиқатына айналады. Ендеше мұсылман кісі нәпсәни түрлі жамандықтарды іштей сезе қалғанда, одан ұзақ тұруға, одан арылуға тырысу керек екен. Осылайша нәпсәни қылықтардан арылған сайын, жүрегінде нұры арта түседі. Жүрегіндегі нұры артқан адамның парасаттылығы, білгірлігі арта түседі, көкірек көзі ашылады. Ненің жаман, ненің жақсы екенін оңай ажырата алатындай қасиетке ие болады. Қандай да бір фитнаға кездесе қалған жағдайда одан оңай арылатындай дәрежеге жететін болады. Алла тағала баршамызды нәпсінің құлы болудан сақтасын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.